Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер Адлер тауықтары жөнінде айтатын боламыз. Бұл туралы мен видео түсірген болатын, Адлер туралы. Енді Адлер тауықтарын бағып, ақша табуға бола ма? Қанша ақша табуға болады? Қанша тауық ұстаған дұрыс? Енді мені көбі қарайтындар, енді мектеп оқушылары да қарайды, үлкен кісілер де қарайды. Жалпы енді тауық бизнесі мектеп оқушыларына өте керемет бизнес деп айтсақ та болады. Енді үлкен кісілерге де болады, бірақ үлкен кісілер енді жұмысынан шығып тауық бағуға кеңес бермеймін. Жұмысыңыз бар ма, жұмысыңыз жасай беріңіз, плюс тауық бағып ақша тапсаңыз болады, плюс қосымша ақша ретінде. Ал мектеп оқушыларына сабақтан кейін, сабаққа дейін осы тауық бизнесімен айналысса болады. Енді менде қазір өзімде бары 14 тауық, 2 атеш Адлер. Енді мен айына жоқ дегенде 60 мың, 90 мың солай ақша табам. Тауықтар қалай жұмыртқа туады, тауықтардың жұмыртқасын экспозицияға сатқанда қалай заказ түседі, солай ақша табам. Кейде айына ақша табылмайтын күндерде болып қалады. Сол үшін тапқан ақшаны қосымша жемге артығымен плюс ауырған жағдайда витаминдеріне ақша ұстап отқан дұрыс болады, өзінің ақшаларын өздеріне. Енді көбіне енді өзім айтатын, Адлер тауықтарына жоқ дегенде 500 мың ақша тапқыларыңыз келсе айға, ол кезде уже сіздер 50-60 шақты тауық ұстасаңыздар болады. 50-60 шақты тауық ұстасаңыздар, смело жұмыртқасын сатып 500 мың, 300 мыңға дейінгі кәдімгі бір адамның бір айлық ақшасын алсаңыздар болады. 300 мың ғой, енді қазіргі средний зарплат кейде 150-250 мыңнан басталады. Сол ақшаны сіздер осы тауықтарыңызды тауық бағып қосымша ретінде тапсаңыздар болады. Енді мен алдағы уақытта өзім жоспарым осы Адлер тауықтарын көбейтсем ба деп ойлап отырмын. Бір 50 тауыққа бір 10 шақты атеш ұстасам, или бір 7-8 атеш ұстасам, өзіме де жақсы болады, потому что 7-8 атеш ұстасаңыздар, шықма, потому что оплот мощный болады ғой, тауықтардың оплоттары мощный болады. Қазір кішкене қора салқында болып тұр, тауықтар кішкене тоңып тұр, бүрісіп тұр, потому что мана мен күндіз күн жылы болғасын терезелерінің барлығын ашып, есіктің сеткілерін ашып, іштегі ауаны тазартқан болатын. Соның өзіне тауықтар шүкір жұмыртқа туып тұр. Арасында осылай күн жылы кезінде есікті ашып, терезелердің барлығын ашып, ауасын тазартып тұрған дұрыс. Енді манады 50 тауық ұстасаңыздар, примерно 50 тауық ұстасаңыздар, ол тауық сізге жоқ дегенде 30-40 штук жұмыртқа береді күніне. Сол 30-40 штук жұмыртқаны сіздер инкубационный жағынан сатасыздар. Бір жұмыртқа қазіргі таңда 250 теңге, қазір 300 теңгеге көтерілді. Сіз енді 300-ден сатпай қойыңыз, 250 теңгеден саттыңыз деп айтайын сізге. 250 теңгеден сатқанның өзінде 10 жұмыртқаң 2500 теңге. Енді сіз примерно 30-40 жұмыртқа туыпса, күнде сатып отырсаңыз, сізге бір шама пайда болады. Енді есептей беріңіз. 100 жұмыртқадан 25 мың теңге пайда табасыз. 100 жұмыртқаны сіздің 50 тауығыңыз максимально 3 күнде шығарып тастады дегеннің өзінде 50-75 мың ақша қалтаңызда болады. Сол үшін сізге тауық бағуға кеңес беремін барлықтарыңызға. Енді әр породын ұстаған дұрыс деп айтам. Біреулер бір породын ұстасақ бола ма дейді. Онда ұстаңыз. Мысалы, Адлер ұстасаңыз, чисті қораңызда тек қана Адлер болады. Біз осыны Адлерді жарнамалап бастайсыз. OLX бар, WhatsApp группа бар, TikTok бар, қазір YouTube канал бар. Барлығына ашып, барлығына видео салып, жарнама жасасаңыз болады. Потому что Адлер тауықтары қазіргі таңда сұранысқа ие. Бір жағынан ет бағытына да жақсы, екіншісі жұмыртқа жағынан да жақсы, үшіншіден әдемілік жағынан да жақсы, төртіншіден деп кете берген дейсің да. Енді қай жағынан да қазіргі таңда Адлер тауықтар сұранысқа өте ие болып тұр. Сол себепті Адлер тауықтарын ұстауға кеңес беремін. Енді мен шүкір айттым, осы тауықты алдағы келесі жазда бұйыртса қазір балапандарын шығарып жатырмын ғой.
бірінші поток шықты. Енді ертең екінші потокты салам, алла бұйыртса. 72 жұмыртқа толған екінші потокты салғаннан кейін болды, біздер тоқтаймыз өзімізге, уже ары қаратай балапан шығармаймыз. Потому что бізге Адлердің балапандары уже толыққанды, ішінен жақсыларынан 53 штук алып қаламыз. И атиштердің барлығын сатамыз. Манағадай окраскасы шамалылардың барлығын домашний тауыққа қосамыз. И сосын басқа қаладан или басқа елден 10 шақты атиш алдыртамыз 50 тауыққа. Потому что мен 50 тауыққа 5 атиш алып келсем, одан аплод болады, бірақ бір-екі тауыққа атиш секірмей қалуы мүмкін. Бір тауыққа 3-4 атиш секіріп қалуы мүмкін. Сол үшін енді мен шама келгенше 50 тауыққа 10-ға жетер-жетпес атиш қосатын боламыз. Аплод жақсы болу үшін ғой, өзім үшін. Енді әркім әртүрлі қосады. Алда уақытта тағы да лайфхактарды айтатын болам. Тауықтардың қалай жұмыртқа туғызу керек, тауықтар семіріп кетсе не істеу керек, соның барлығын сіздерге айтатын болам. Әзірге менің каналыма жазылып, лайк басып, тағы да сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Осы Адлер тауықтарын біреу айтқан, ма Адлер туралы сөз деп. Жалпы мен енді түсірдім, тағы да түсіріп жатқан жайым бар сіздерге. Сол Адлер тауықтар болса, ауруға да неге де жақсы. Енді бір тауық ауырса, енді кішкене уақытында емдеу болмасаңыз, уже ол тауық әлсіреп өліп қалады. Сол үшін шамай келгенше уақытында емдеу, витаминдерін беріп тұрған дұрыс. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше, видео ұнаса лайкпен достарыңызбен бөлісіңіздер. Әзірге қоштаспаймыз, келесі видеода көріскенше.